сіздермен бірге мен Айыркүдол, бүгін сіздермен бірге лизун жасап көретін боламыз. Және де бүгін сіздермен бірге екі рецепт тексеріп көретін боламыз. Бірінші рецептке бізге зубная паста керек, ыдыс керек. Және де шекер керек. Бірінші біз зубная пастаны қосамыз. Енді біз зубная пастаны қосамыз да, және де шекер қосамыз. Араластырамыз. Жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай зубная пастамыз кәдімгідей сгущаться етіп жатыр. Және де бұны біз холодильникке қоямыз. Ал екінші слаймға бізге, то есть лизунға бізге шампунь керек. Шампуньді қашып қосамыз. Достар, айтуды ұмытып кеттім, сіздер өздеріңіз краситель қоссаңыздар болады. Мен қосқым келмейді. Және де біз шампуньді араластырамыз. Біз енді бұны араластырамыз. Өздеріңіз шампуньдарыңыз өте қою болу керек. Әйтпесе сұйық болса слайм шықпай қалуы әбден мүмкін. Және де біз кішкене шекер қосамыз. Тағы да қосайық. Слаймымыз шығып жатыр десем де болады. Қараңыздар. Достар, айтқым келіп тұрғаны, біз әшейін тексеріп көріп жатырмыз. Маған комментарий жазған адамдарды рецепттерін тексеріп көріп жатырмын. Ал егер де сіздер білетін болсаңыздар, қандай бір рецепттерді мен тексеріп көретін боламын келесі видеода. Енді бұны морозильникке 5 минутқа қоямыз. Достар, мен зубная пастаны алдым. Және де мен осындай крышканың ішіне салып қойдым, себебі мен өте кішкентай қылып істеген болатын. Морозильникте 5 минуттай тұрдым. Айтқым келіп тұрған, қолға кішкене жабысады. Менің ойымша бұл ешқандай слайм емес, бірақ слаймымыз кішкене загущаться етіпті. Міне. Міне достар, өкінішке орай бірінші слайм шықпады. Ал екінші, оны тек қана осының ішінде ойнауға ғана болады. Бұл да шықпады. Ал сіздермен бірге болғанмен Айыркүдол.